Сәлем достар, сіздермен осындай ет болмай қалған жағдайда гречкадан котлет жасап көрсететін боламын. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізге 2 кесе гречка керек болады. Жақсылап жуып, тазалап пісіреміз. Газымызде 2-3 картошка керек болады. Оны да тазалап, жақсылап жуып пісіріп аламыз. Дайын пюре сияқты қылып, гречкамыз дайын болды. Ісі күйінде мен осылай картоп езетін немен езіп алдым. Осылай көріп тұрғандарыңыздай осылай майдалап ездім. Картошкамызды да пюреге езгенде езіп аламыз тоже. Өйткені котлетке болғасын жерде бізде езілуі қажет. Жақсы болып жақсылап езесіздер, өйткені түйірде қалмау керек. Картошкамызды гречканың үстіне саламыз. Жақсылап былғап. Жақсылап былғап аламыз, екеуін біріктіріп. Жақсылап былғайсыздар. Морковь, ішіне бір морковьті мен теркіден өткіздім. Майда жағынан, ірі емес, майда жағынан өткізесіздер. Өйткені ірі болып кетсе де жаман. Морковьімізді саламыз. Бізге бір жуа керек болады. Үлкенде бір жуа алдым мен. Оны да теркіден өткізесіздер. Чесногымызды да теркіден майда жағынан өткіземіз. Я болмаса чеснодавка болса, чеснодавкамен де болады. Қара бұрыш, шамалы тұз салдым мен. Бір жұмыртқа саламыз бірігу үшін. Жақсылап тағы да былғап аламыз. Шамалы тарелкамызға осылай ұн себемізде біріктіріп, котлетті домалатып, я болмаса осылай жасай бересіздер. Алдын ала майымызды қыздырып қоямыз. Сұйық май құямыз да. Котлеттеріміз, дайын болған котлеттеріміз осылай салып пісіріп аламыз. Котлеттеріміз өте дәмді. Жартысын мен духовкада пісірдім. Осылай қызартып ала бересіздер. Майлы түрінде духовкаға салып те көріп, дайындап көрдім. Міндетті түрде жасап көріңіз, өте дәмді, күшті болып шығады. Еттен жасалған котлеттен ешқандай айырмашылығы жоқ. Осылай жартысын духовкамызға пісіріп көрдім. Өте дәмді болып шығады. Сізде міндетті түрде жасап көріңіздер. 2 түрінен жасап көрдім. Майлы духовкадағы. Диета ұстап жүрген адамдар болса, духовкада піскені жақсы. Біздің пісіп тұрған дайын не болғасын, өнім болғасын, көп қатты пісірудің қажеті жоқ, тек бұлай қызарса болды. Пісіп тұрған пюре, гречкеден жасалғасын. Ас болсын, осылайда жасай берсеңіздер болады. Кез келген қияр, я болмаса қызанақ, неше түрлі
көк шөптермен де әсемдесеңіздер де болады, өз еркіңіз. Менде бары осы помидор болды. Осылай әсемдеп шықтым. Ас болсын, менің каналыма тіркеліп, жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.